Адам 5 мақсатпен үйленеді дейді ғой. Біріншісі, бұл Алладан үкім жұптық адамға жарасқан. Құдай тағала 82 жерде аятта айтқан дейді. Жұп қылдық. Демек, кез келген адамның теңі бар дейді өмірде. Біріншісі, бұл Алланың үкіміне бойынсыну болып табылады дейді. Екіншісі, жаңа пайғамбарымыздың сүннетін орындау болып табылады. Мен үйленбеймін, өмір бақи құлшылық жасаймын деп келді ғой пайғамбарымыз. Мен аузымды ашпай ораза ұстаймын деді. Мен ұйықтамай намаз оқимын. Сендердің араларындағы Алладан ең қатты қорқатыны менмін деді. Бірақ мен ұйықтаймын, құлшылық жасаймын деді. Тамақ жеймін, ораза ұстаймын деді. Және мен үйленіп, әйелімнің ақысын беремін деді. Демек, бұл пайғамбарымыздың сүннеті, яғни оның сүннеті деп қарамаса болмайды, жолы да, ол кісі көрсетеді қалай адамдардың өмір сүру керек. Сен жалғыз өтсең де бақытсыз болып өтесің ғой. Негізі ойлайды ғой, мен ажырасып жалғыз өмір сүргенім жақсы еді. Ой, күшті, еркін. Еркін болар. Жоқ. Содан кейін басталады нағыз сорақы өмір. Өйткені жалғыздықпен өмір сүру туралы қағида жоқ. Не Құранда, не хадисте. Болды, бітті. Сол жерден бітті оның шаруасы. Үшіншісі, харамнан тыйылу дейді. Некенің бір мақсаты, ер де харамнан тыйылу керек, зинадан, әйел де зинадан тыйылу керек. Бұл бір мақсаты тағы. Бұл да қоғамдағы дерт қой негізі. Дерт. Бұл үшінші некенің мақсаты. Төртінші некенің мақсаты, бұл ізгі ұрпақ тәрбиелеу дейді. Некедегі тағы бір мақсат, бұл бала-шаға тәрбиелеу, ұрпақ қалдыру, яғни сен өмірден өткеннен кейін дейді. Бірақ оның қарасы, шартын қара, сен өмірден өткеннен кейін дұға қылатын дейді. Топырлатып тудыра беру емес дейді. Бұл жерде де не? Дұрыс тәрбие беретінге қарау керек, сен өзің шама шарқыңды қарауың керек. Неше баланы тәрбиелей аласың? Неше баланы тәрбиелей аласың, нешеуіне уақыт бөле аласың деген сияқты. Бесінші некенің мақсаты, бұл ат-тауну бил-бирри ват-тақуа, бір-біріне киім болу. Жақсылықта жәрдем беру, жамандық болған кезде бір-бірінің қателігін жасыру, кемшілігін жасыру, бір-бірінің жамандықтан тыйып отыру. Осы 5 нәрсе бұл некенің